Бәріне сәлем. Бүгін етпен дәмді сұрпа пісіреміз. Қазанға 3 литр су құямыз. 2 үлкен қасық тұз қосамыз. Араластырамыз. Сосын сиыр етін саламыз. Енді картоп және морковь үлкендеу қалып тураймыз. Барлығын қазанға саламыз. Бір пияз және чеснок турамай саламыз. Фольгамен қазанды жабамыз. Үш сағатқа ыстық духовкаға қазанды қоямыз. 20-30 минутқа қатты отқа, сосын жай отқа қоямыз. Дайын сорпаны алып шығамыз. Өте дәмді сорпа болып шықты. Етті бөлек беруге болады. Ас болсын, лайк басыңыз.